Алланың бізге берген нығметтері өте мол. Бізге берген нығметтерін біз санап, оны жете алмаймыз. Сол нығметтерінің ішінде Аллаху Тағала бізге берді мына тәуелсіздік. Біздің тәуелсіздігіміз, еліміздің егемендігі. Аллаға шүкір. Осы бір еліміздің егемендігінің арқасында біз міне ешкімнен, Алладан басқа ешкімнен қорықпай, қолымыздан келгенге дейінгі уақытта құлшылығымызды істеп жатырмыз. Оразамызды ұстап жатырмыз. Намазымызды оқып жатырмыз. Бұның барлығы Алланың бізге берген осы бір тәуелсіздігінің арқасында, иншалла. Сәл уақытты артқа жылжыту мүмкін емес әлбетте, бірақ артта өтіп кеткен уақыттарды еске алуға болады. Сол бір уақыттарды, әрине ол біздің басымыздан өткен жоқ, бірақ біздің әке-шешелеріміздің әке-шешесінің бастарынан ол дәуір заман өтті. Кешегі егемендік алмай тұрған уақытта ата-әжелеріміздің, аға-тәтелеріміздің осы Раббымызға деген құлшылықтары бекем болды. Біздің қазір істеп жатқан құлшылығымыз ол егемендіктің тудың астында, туымыз жалбырап тұрған кезде істеп жатқан құлшылықтар ғой. Ешқандай нәрсе кедергі болмаса да, сол бір құлшылықтардан біз кемшіліктер жіберіп жатырмыз. Бірақ тәуелсіздігіміз болмай тұрған кезде, дінді насихаттамақ түгіл құлшылық етуге қарсылық көрсетіп тұрған кезде, біздің алдымызда өмір сүрген сол бір кісілер құлшылықтарына бекем болды. Сол бір кісілер оразасын ұстап, 5 уақыт намазын қаза қылмаған. Қазір кей бауырларымызды насихаттап, уағыз айтып жатсам, менің әкем, менің атам 5 уақыт намазын құлшылығын тастамаған деп тұрып, жақсы өзіміздің тарихымыздан әңгіме қозғаймыз. Бірақ білесіздер ме, ол кісілер біз сияқты құлшылықты аңсап өткен, тәуелсіздіктің құлшылығын аңсап өткен. Ол кісілер құлшылық істесе біреу көріп қалмаса екен, ол өзі үшін емес, өзгеге зиян тиіп қалады деп қорықты. Өзінің ұрпақтарына зиян тиіп қалады деп қорықты. Өйткені ол кезде дінді ұстанған адамдардың барлығы не болды? Халық жауы болып, атылды, қуылды. Аштық кезінде бір кісі насихат айтып жатыр дейді. Ей балам, біз сондай жақсы ғасырда өмір сүріп жатырмыз дейді. Сондай жақсы ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Аллаға шүкір деп айтқан екен. Сол аштықтан қиналып, қарны аш, жетім тамақ, ішетін су жоқ ол кезде. Солай қиналып жүрген қасындағы кісі, ей ақсақал, біз қандай керемет ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Қарнымыз болса аш, ішетін суымыз жоқ, жетім тамағымыз жоқ. Қайдағы ғажап ғасыр біздің сүріп жатқанымыз. Сол кезде жаңа ақсақал, біздің ұрпағымыз бұдан да алдын ғасырда сыналады деген екен. Ол қалай? Мынау аштықтан да ауыр сонда бір заман бола ма деген кезде, біз Аллаға шүкір дейді. Қарны аш адам ол Алланы еске көп алады деген екен. Ал біздің ұрпақтарымыз тоқтықпен сыналады деген екен. Шынында да Аллаға шүкір ғой, біз тоқтықпен сыналып жатырмыз. Біз тоқтықпен сыналып жатырмыз. Біз жоқтықпен емес, жоқтықпен біздің ата-апаларымыз сыналған өткен дәуірде. Бірақ соған төтеп берген. Ал мынау тоқтық бізді құртып жатыр. Бізді тәкаппарлыққа апарып жатыр. Сол тоқтықтың кесірінен біз кеудемізді көтеріп, жоқтықтағы адамға қарай алмай жатырмыз. Көзіміз соқыр болды. Сондықтан да иншалла осы бір сынақтан Алланың қай бір бергеніне шүкір етіп,
сол бір сынақтардан сүрінбей өтуге тырысуымыз керек. Мен мана апам енді өзі іші білем, қай апам екеніне пітір садақа беріп жатыр. Сол кезде қал жағдайларын сұрап жатырмын. Апа, тарап қалай өтіп жатыр? Тонап жатқан жоқсыздар ма? Тез өтіп жатқан жоқпыз ба? Сол кезде апамның айтқан сөзі: балам, Аллаға шүкір ғой, біз суықта да оқыдық қой дейді, құлшылықты. Мешіттің суық кезінде де біз құлшылық оқыдық қой, өттік қой дейді. Қазір айтатын ешқандай жалбы жоқ деп жатыр. Қазір жалбы жоқ қой дейді. Шын мәнінде ойланатын адамға ойланатын сөз. Міне, жоқтық пен тоқтықтың арасы қандай нәрсе? Сондай мұздай болса да, ол кісілер құлшылықтан қалмаған. Сондай ызғар болса да, Раббысына деген жалбарыну уақытын кейінге шегермеген. Ал қазір біздің міне астымыздан жылу ұрып тұр. Жылу ұрса, жылу ыстық деп, ұйқымыз келеді деп келмейміз кейбіреуіміз. Құрметті бауырлар, иншалла. Адам өзің жоғарыға қарай талпынуды қаласа, сол да артта өткен бір қиыншылықтарды еске ала отырып талпыну керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге үгіт насихатында өзіңнен төмен адамға қарап сен шүкір ет дейді. Өзіңнен төмен адамға қарап сен шүкір ет дейді. Түсінесіздер ме? Міне сондықтан да иншалла біз сол бір құлшылығымызды, сол бір ғибадатымызды шынайы болған ғибадаттардан қылуымыз керек иншалла. Міне Аллаға шүкір, Рамазанның әрбір күні өтіп жатыр. 1-7 болды, ше. Бүгін 6-шы ма, 7-ші күн? 7-ші күн. Толыққанды 1-7 Рамазан өтіп кетті. Енді Алла қаласа 3 апта. Сонымен қоштасып келесі Рамазанға асыға күтеміз. Мынау біз микрофонмен айтқан, мен жалпы айтам ғой, негізі айтсам микрофоннан дауысым қатты шығады мен. Қазір бәрі дауысымды басып жатырмын ішіндегі, микрофон ішіне қатты шығарып жатыр ғой. Бірақ осымен айтуымның бір себебі, мынау сыртта қазір мешіттің ауласында мешітке кіруден қорқып жүрген қаншама бауырларымызға айтатын насихатымыз көп. Қорықпау керек иншалла, кіру керек. Сол қазір біз құлшылық жасап өткен уақытында сен мешіттің айналасында бос әңгімемен өткізіп жібересің. Сен қасиетті Рамазан айында Алладан сұрау мүмкіншілік беріп тұрған уақытты сен сол құр тұрыспен өткізіп жібересің. Өзіне керек болған нәрселерді Алладан сұрайтын мүмкіншілікті құр босқа күлкімен, біреуді жамандаумен, біреуді ғайбаттаумен, өзіне ешқандай пайдасы жоқ нәрселермен айналысумен өткізесің бауырлар. Рамазан айы, ол мүмкіндік айы. Алла Тағала бұл айда сені аман қылды ма, сенің 12 мүшеңді сау қылды ма, иншалла қолынан келгенше құлшылық ет. Құлшылық ету деген ол таңертеңнен кешке дейін еңкейіп тоңқая беру емес, қазақ тілінде айтқан кезде. Құлшылық ету әр тараптан басталады. мұсылманға жылы лебізінің өзі құлшылық. Мына біз қазір намаз оқып жатамыз. Кешеде оның алдыңғы күніде біз құлшылық оқып жатамыз. Мына мешіттің іші кішкене адам көбейген кезде ыстықтау болады. Сол кезде мына біздің остановкамызға келіп жастар күліп құлшылыққа кедергі жасап жатыр. Бауырым, сен ол остановкада әңгіме айтқан уақытынан құрылып, бізден келіп сапқа тұрып, құлшылық
дуа етсең, иншалла, ол сен үшін, сенің отбасың үшін хайырлы болған уақыттарда, иншалла. Алла Тағала баршамызды ихдина сиратул мустақим тура жолдан адастырмасын, иншалла. Ұшырағандар мен адасқандардың жолынан құрмасын бізді, иншалла. Бізді Аллаху Тағала өзінің тура жолын тапқан, тура жолдан адаспайтын мүмин мұсылманның, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмметіне лайық болған үмметтерден болсын, иншалла. Ертең ақыретте жүзімізді жарқын қылып, сол пайғамбарымыздың үмметіне лайықты болған үмметтерден қылып оятуын нәсіп етсін, иншалла. Алхамдулиллахи раббил аламин.